Ілгерілеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы жоспарына сәйкес Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім кафедрасы Ақтөбе қаласының 80-нен астам мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерінің қатысуымен мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес жобалау атты қалалық семинар практикумын өткізді. Семинар практикумның мақсаты мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері бойынша тәрбиешілердің кәсіби біліктілігін арттыру. Алғы сөз педагогика ғылымының кандидаты, институт директорының орынбасары Қибатаева Нұрсұлу Қазанғапқызына берілді. Балалардың жеке қажеттіліктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін, оларды ерте дамыту бойынша заманауи білім беру технологиялары мен әдістерін сұрыптау, апробациялау және енгізудің құралдарын мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің қолданып үйрену маңыздылығы айтылды. Тәжірибелік бөлімде Гүлдәурен мектепке дейінгі ұйым меңгерушісі Жетесова Бақытгүл Жақсылыковна, әдіскері Қаскенова Айнагүл Сатуовна мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес жобалау, педагогикалық қызметті құрылымдау, даму ортасын ұйымдастыруға көмектесуді қамтамасыз ететін бала тұлғасын дамытудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолдану бойынша отандық және шетелдік ең үздік үлгілерді зерделеу тәжірибесімен бөлісті. Тәрбиешілері Тұтаспаева Жанар Сейтімбековна, Балтасова Айсұлу Қибашевна, психологы Болатқызы Үміт жаңа жалпы білім беру үлгілік бағдарлама контекстінде ұйымдастырылған оқу қызметін құрылымдау бойынша семинар қатысушыларымен тәжірибелік жұмыс ұйымдастырды. Семинар практикум қорытындысында рефлексия өткізіліп, ұсыныстар қабылданды. Белсенді қатысушылар алғыс хат және сертификаттармен марапатталып, семинар практикум өз мақсатына жетті.